Кайырлы күн достар, бүгін сіздермен Пиксофт және мен Мақсат. Бүгін біз сіздермен Lingua Cursus деп аталатын ағылшын тілі бойынша онлайн оқыту орталығының платформасын талқылайтын боламыз. Жалпы біз бұл платформаны осыдан 2 жыл алдын жасаған болатынбыз, бірақ осы уақытқа дейін қарқынды жақсы жұмыс жасап келуде. Ендеше осы платформаға оралсақ. Жалпы linguacursus.kz деп жазып платформаға кірген бетте алғашқы кіру бетіне ораламыз. Бұл платформада бізде регистрация жоқ, яғни кез келген адам өзі тіркеліп қалаған курсын көре алмайды, тек қана өзінің аккаунты бар адамдар ғана кіре алады. Аккаунттарды, яғни бұл аккаунттарды осы платформаның иелері, яғни менеджерлер өздері тіркеп береді, яғни жібереді. Жалпы ең бірінші бетінде логин жаз деп тұр. Ендеше өзіміздің логинімізді жазамыз. Астына құпия сөзімізді жазамыз. Кіру батырмасын басқан кезде платформаның курстар тізімі бетіне ораламыз, кіреміз. Бұл жерде сол жағында меню көрсетілген. Менің курстарым сұрақ жауап және ережелері беті бар. Және де оң жағында көріп тұрғандарыңыздай курстардың тізімі көрсетілген. Қазіргі кезде бізде барлығы 6 курс салынған бұл платформаға. Ағылшын тілі бойынша курстар бар, және де осы орысша бойынша, еркін сөйлеу бойынша да курстар салынған. Оң жағында бізде меню бар. Аккаунтты басу арқылы біз жеке кабинетке кіріп, өзіміздің ақпараттарымызды өзгерте аламыз, және де шығу батырмасын басу арқылы сайттан шығып кете аламыз. Ендеше кез келген курсын ашып көретін болсақ, мысалы 2 айда pre-intermediate бол деген курсын ашайық. Курсын ашқан кезде осы курс жайлы бірінші курстың тақырыбы тұрады. Астында осы курс жайлы ақпарат жазылған информация тұрады. Оның астында курстың сабақтары көрсетіледі. Бұл курста 29 сабақ бар екен. Бірінші курсты ашатын болсақ, сабақтың тақырыбы, астында сабақтың видеосы көрсетілген, және де осы сабақ жайлы ақпараттар берілген. Және де осы сабақ бойынша үй жұмысы да көрсетілген, не істеу керектігі туралы бұл сабақты көргеннен кейін, және қосымша материалдар көрсетілген. Осыны басу арқылы өзімізге керек материалдарды жүктеп ала аламыз. PDF форматындағы материал жүктелінеді. Және де осы сабаққа комментарий қалдырсақ болады. Түсінікті, тамаша деген пікірлер қалдырған екен. Және енді басты бетке оралсақ, мысалы басқа курсты ашатын болсақ, бұл курсқа сабақтар салынбаған, сабақтар салынбаса осылай тұрады. Ал сөз жаттау марафонын ашатын болсақ, сөз жаттау марафонына менде доступ жоқ. Яғни менде доступ жоқ болса, астында сізге доступ жабық деп жазылып тұрады. Және де үстін басып, мен сабаққа өте алмаймын, яғни сабақты көре алмаймын. Мен тек өзіммен доступ ашылған сабақтарды ғана көре аламын бұл платформада. Басқа курстарды ашып қарайтын болсақ, және де бұл платформаның бір ерекшелігі, мысалы мен свободный русский за 2 месяца деген курс алатын болсам, алғашқы сабағы ғана ашылады. Алған кезде көріп тұрғандарыңыздай бірінші сабақты ғана көре алам. Бірінші сабақты көріп болғаннан кейін 2 күннен кейін ғана маған келесі сабақ ашылады. Мысалы бүгін 29 болса, уже 1 июль күні келесі сабақ ашылады. Одан кейін 3 июль күні келесі сабақ деген сияқты осындай функция қосылған. Яғни барлық сабақтарды бірден көріп тастамай, рет-ретімен көріп, үй тапсырмасын орындап отыру үшін жасалынған. Әр сабақты қорытып, түсініп отыру үшін. Осы сияқты сіздерге де өздеріңізге ыңғайлы, өздеріңізге керек кез келген функцияны қосып бере аламыз платформаларыңызға. Және де бұл жерде айта кететін жайт, бұл платформада қазір біз клиент ретінде қарап отырмыз, қолданушы ретінде. Бұдан бөлек бұл платформаның админка бөлімі бар. Яғни ол бөлімге біз кіре алмаймыз, тек қана осы платформаның иелері ғана кіре алады ол бөлімге. Ол бөлімде не істей алады? Ол бөлімнен курстарды қоса алады, сабақтарды қоса алады, курстың баннерін өзгертеді, тақырыбын өзгертуге болады, немесе керек емес курстарды өшіріп тастауға болады. Сонымен қатар админка бөлімінен қолданушыларды тіркеп,
оларды да өзгертіп, ақпараттарын өзгертіп және де өшіріп отыруға болады. Достар, егер сіздерге осы админка бөлімі қызық болатын болса, осы видеоның астында біз өздеріміздің байланыс нөмірлерімізді, Instagram парақшамызды және де өзіміз сайтымызды қалдырамыз. Сол жақтан заявка қалдырып немесе бізге жазсаңыздар, сіздерге осы админка бөлімі бойынша түсіндіріп, тегін консультация бере аламыз. Әрине, бұл платформаның админкасын көрсетпейміз сіздерге. Біз өзіміз дайындап алған арнайы шаблондағы админканы көрсететін боламыз. Осымен, достар, біздің Lingua Courses платформасына шолуымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті әрі қызық болды деген сенімдемін. Сау саламатта болыңыздар. Келесі шолуларда жүздескенше.